Шығыс пен батысты байланыстырған 130-дан астам этнос пен мәдениетті тоғыстырған Қазақстаннан жалынды сәлем. Юниуэ жобасына қош келдіңіздер. Тізгінде мен Ажар Заманғазинова. Бүгін біз сіздерге жаңа мүмкіндіктер әлемінің есігін ашамыз. Шетелде оқу арман ба, әлде шынайы мүмкіндік пе? Көпшілік үшін бұл қол жетпейтін нәрсе сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл сіз ойлағаннан да әлде қайда жақын мүмкіндік. Бүгін біз академиялық ұтқырлық туралы толық айтып беретін боламыз. Академиялық ұтқырлық білім алушылардың белгілі бір академиялық кезеңге, яғни бір семестрге немесе бір оқу жылына басқа жоғарғы оқу орнына білім алу мақсатында ауысуы. Бүгінде біздің университет әлемнің 80-нен астам жоғарғы оқу орнымен серіктестік орнатқан. Сонымен қатар әлемнің шет елдерінің университеттерімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған. Бұл студенттерге халықаралық тәжірибе жинап, әлемнің түрлі елдерінде саяхаттауға үлкен мүмкіндік береді. Академиялық ұтқырлық студенттерге бір семестр бойы шетелдік жоғарғы оқу орнында білім алуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Бұл бағдарлама студенттерге көптеген артықшылықтар береді. Ең алдымен олар шетелдік білім беру жүйесімен танысып, өзге елдің мәдениетін тануға мүмкіндік алады. Сонымен қатар академиялық ұтқырлық болашақта студенттің түйіндемесін бәсекелестікке қабілетті етіп, халықаралық байланыстар орнатуға көмектеседі. Ал бұл өз кезегінде шетелдік жоғарғы оқу орындарының магистратурасы мен докторантурасына түсуге үлкен мүмкіндік береді. Бұл жаңа мәдениетті тану, шетелдік білім беру жүйесімен танысу, тілдік дағдыларды дамыту және халықаралық тәжірибе жинау мүмкіндігі. Осылайша академиялық ұтқырлық студенттің кәсіби дамуын ғана емес, тұлғалық қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Академиялық ұтқырлық тек білім алумен шектелмейді. Академиялық ұтқырлықтың жүзеге асу механизмі нақты ұйымдастырылған жүйеге негізделген. Студент арнайы таңдалған бағдарлама арқылы серіктес жоғарғы оқу орнына белгілі бір мерзімге жіберіледі. Бұл кезеңде ол қабылдаушы университеттің оқу процесіне толық қатысып, сол жердің пәндерін меңгереді және академиялық талаптарына сәйкес білім алады. Осы жүйе студентке түрлі білім беру ортасын салыстырып көруге, жаңа тәсілдерді меңгеруге және өз академиялық деңгейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Академиялық ұтқырлық студенттерге халықаралық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Шетелде білім алған кезде студент біздің университеттің студенті мәртебесін жоғалтпайды және елге оралғаннан кейін оқуын қалыпты түрде жалғастырады. Ол қабылдаушы университетте пәндерді меңгеріп, кейін сол нәтижелерді өз оқу орнына қайта әкеледі. Студент бір жағынан халықаралық тәжірибе алса, екінші жағынан өз білім алу траекториясын жоғалтпай, оқуын жоспарлаған түрде жалғастыра береді. Академиялық ұтқырлықтың маңыздылығы оның студентке тек теориялық білім беріп қана қоймай, практикалық әрі өмірлік тәжірибе қалыптастыруында. Шетелдік ортада оқу барысында студент жаңа білім беру жүйесімен танысып, түрлі әдістерді меңгеретін болады. Сонымен қатар ол шет тілін күнделікті өмірде қолдану арқылы тілдік дағдыларын айтарлықтай дамытады. Бұл тек оқу деңгейінде ғана емес, еркін қарым-қатынас жасауға да мүмкіндік береді. Академиялық ұтқырлық жаңа адамдармен танысуға, халықаралық байланыстарды орнатуға және өз ортасын кеңейтуге жол ашады. Осындай тәжірибелер студенттердің мүлде басқа деңгейдегі білім мен көзқарас қалыптастыруына ықпал етеді. Сонымен бұл бөлімде біз академиялық ұтқырлықтың не екенін, оның қалай жұмыс істейтінін және студенттерге қандай мүмкіндік беретінін толық қарастырдық. Көріп отырғандарыңыздай, бұл шетелде білім алудың қолжетімді әрі тиімді жолдарының бірі. Ал енді келесі бөлімде біз осы мүмкіндікке қалай тапсыруға болатынын, қандай құжаттар қажет екенін және іріктеу кезеңдерінің қалай өтетінін кезең-кезеңімен көрсететін боламыз. Сіздермен бірге болған мен Ажар Заманғазинова. Егер де сен жаңа мүмкіндіктер жинап, өз мүмкіндігіңді кеңейткің келсе, Юниуэ жобасымен бірге бол.